Сөз ұқпайтын надан ай. Сағым болып ойнаған ай нұрының сәулесі. Жаман атқа қимаған басындағы ол әуресі. Жаны әсте тыныс таппаған онымен өткен күндерде. Мал құрап үйге бақпаған. Керегі бар ма айт сендерге. Жамандық үйге шақырған араласпай жақынмен, адасқандай ақылдан. Шешеді жұдырық үкіммен жатып жіп үйренген. Қорқау деген аты бар, көрінгенге сүйкенген. Тіл қатқанға шатынар, қорқытып алған үй ішін. Изектетіп бәрін кетіріп болды күйсін. Мойынға салып салмаған айғаймен өсті балалар, жұмысқа жастай жегіліп. Баспана жоқ паналар, әйелі жылайды егіліп. Сақал мұртын баспаған, жопатынан мал үріккен, аш су көрсе қашпаған. Өлесін көрсең күлкіден. Балалар талай аш қалған, кесірінен осы мешкейдің қоқсыққа талай тасталған. Күнәсі ауыр кешпейтін тыныстап отыр әйелі. Саялы ағаш түбінде көш кетіп барат түйелі, қалықтап қыран көгінде. Ажары қандай әйелдің, мінгені жорға астында. Мен неге үйге қамалдым, ұқсаған бейне қашқынға. Бағым қайтқан жасымнан, жараттың Алла сор маңдай. Кимедім көйлек асылдан, кейпімай жасыл ұрғандай. Қыста мұздап жан басым, сызда жатып үйренгем. Ауру болдым қан басым, ашқазан мынау күйнеген. Жар қызығын көрмедім, әйел боп сірә өмірде. Қу сүйек болдым, өлмедім, медеу жоқ мына көңілде. Қысқарттың Алла қолымды, кигізіп жоқтық қамытын. Кім кесті менің жолымды, күл талқан болды намысым. Көркін-ай, таң қалғызған, мен де сондай болғанман. Көз жасын күнде ағызам, бас қосты жаман оңбадым. Алып үшті оны қияла, арманының биік шыңына. Қалпында көзі ұяла, қонбады бақыт қолына. Жылқы мінезді адамай, көңілмен қунай қалатын. Сөз ұқпайтын наданай, обал арқалап қалатын. Өлеңнің авторы Құнанбай Бәйшенұлы. Оқыған Шекер Қадылбекқызы. Домбырада Қызырхан Бабақұмарұлы.